Так, сәлем, мен Қайратпын. Менің бірінші жұмысым. Так, мен өзіме профессия таңдайын. Доставщик, мусоровоз, әлде жай жалбақтап жүре берейін бе? Жоқ, болды, машинистің көмекшісі боламын. Так, бірінші күні мен машинистің көмекшісі болып жұмысқа тұрдым. Менің жұмысым тепловозды отыру. Тепловоз тұрған кезде ұйықтаймыз, жүрген кезде терезеге қарап отырамын. Нағыз маған сай жұмыс екен. Арасында бағдаршаның түсін айтып отырамын. Бұл жұмыс маған сай ыңғайлы. Отырып ақша алуды мен қатырамын. Бір күні мені машинистің қасына отырғызды. Бірақ оның үстінен балықтың иісі шығатын. Иістен өлмеу үшін басымды терезеден шығарып отырамын. Жаңбыр, қар жауып тұрған кезде де, тіпті құс басыма түсіп кеткен кезде де отыра берем. Өмір-ай. Бірақ жұмыс жеңіл. Бір күні машинист маған келіп, түннің жартысын сен айдайсың, жартысын мен айдаймын деді. Мен мәссаған деп таң қалдым. Жарайды, көрейін, болмаса оятармын дедім. Машинистің орнына отырдым. Бір нәрсе сұрайын десем, ол қорылдап ұйықтап жатыр екен. Жалпы поезд айдау оңай. Онда жылдамдық рычагы, тоқтау рычагы және температура өлшеу құралдары ғана бар. Бұл жерде ең қиыны ұйықтамау екен. Мен ол жұмыстың маған сай емес екендігіне ойлана бастадым. Мен отырып ақша аламын ба десем, бұл жерде ұйықтамай жұмыс жасау керек екен. Содан келесі сменаға шықпай жұмыстан шығып кеттім де басқа жұмыс іздей бастадым. Маған жалпы оңай жұмыс керек. Үйде жұмыстан шыққанымның себебін ойластырып айтармын. Солай мен машинистің көмекшісі болып 5 күн ғана жұмыс істедім. Айлығымды алмадым. Берсе алармын, бермесе қоя берші. Жақсы жұмыс тапқанша жұмыс іздей беремін. Жақсы, сау болыңыздар.